Это частная территория. Мы вас просили сюда приходить? Нет, тогда Я вам говорю. и выходите. Кәсіпкердің кәсібіне не кедергі? Кәсіпкерлерді сөйтіп тексеретін бізде бүгін 100-ден асып кетті ол. Қағазбастылықтан көрген қағажу. Барлық есеп қағаз жүзінде жақсылап келтірсең, сол қағазға қарайды да қағазға қарап адам баға береді. Еңкейгеннің еңсесін еңбек көтереді. Егер де ынтаң болса, ешқандай қиыншылыққа мойынсұнбайсың. Еңбек адамы атанудың формуласы. Жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай қарыштық адам. Интернеттегі газеттегі 20 шақты хабарландыруға хабарластық. Барлығы дәл осы мекенжайды көрсетеді. Мұнда қабылдау тәулігіне 2 мәрте өтеді. Таңғы сағат 10-да және кешкі 17:00-де. Жұмыспен қамту орталығы ма, әлде жұмысқа әрекетін ішіне бүккен құр арбау ма? Қазір көреміз. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам жалуюсь. Бұл орталықтың нақты атауы жоқ, бірақ кез келген мамандық түрі бойынша жұмыс тауып беруге қауқарлы. Өздерінің айтуынша. Ал жұмыс іздеп, осында сабылып келгендердің әңгімелесуден кейінгі әңгімесі тіптен бөлек. Видишь, открытый компания болса, олар скрывать қылмайды, оны наоборот өздерінің рекламаларын береді, оны. Видишь, осындай камераны келдіңдер, қазір қашып жатыр. Явно көрініп тұр. Системалар. Соңғы уақытта осылай арбау арқылы желілік маркетингтің желісін кеңейту кең өріс алды. Жұмыссыздықтан жұдырық көріп, ақшадан қысылып жүргендердің жүгенге тез ілігері бір анық. Дегенмен бұл біздің елде екі қолға бір күрек табылмайды дегенді білдірмейді. Мәселен, жыл сайын Қазақстанда 21 мыңға тарта жұмыс орны бос қалып жатады. Бұл адамның жоқтығынан емес, білікті маманның жоқтығынан. Каждый должен понимать и знать, в рыночных условиях не надо ждать манны небесной, а эффективно каждому трудиться, тогда в семью и лично для себя придет благополучие. Задача государства – создавать для этого труда все условия. Что мы и делаем, создавая предприятия, новые рабочие места и обучая людей новым профессиям. Қазақстанда маманның біліктілігін арттыруға барынша мән беріледі. Барлық салада қайта оқыту курстары мен орталықтар жұмыс істеп жатыр. Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы аясында кәсіппен айналысамын деген азаматтар бір айлық дайындықтан өте алады. Тегін әрине. Кезектен тыс өткізілетін аттестациялауда шынайы еңбек адамдарын қалыптастыру жолында қадам. Болсын тек оқығанның ғана алғозатынын көрсетті. 1997 жылы ел президенті шағын кәсіпкерлікті дамыту қорын құрды. Ол бүгінгі даму. Мұнда қолынан іс келетінге ине ұстатады, іс келмейтінде икемге келтіреді. Яғни бизнеспен айналысудың барлық қыр-сырын меңгертеді. Сейілхан Жетпісбаев сол курстан сусындаған. Бүгін бизнесмен деген құжаты бар. Енді қазір біздің елімізде бизнеске бүкіл жағынан әйтеуір жағдай жасауға тырысып жатыр да, жан-жақты. Дамудың ең бір жақсы жерлері, олар жақсы мамандарды табады да, солармен бізді бизнес кеңесшісі дейді, сол секілді тақырыпта кәдімгі не өткізіп тұрады, семинарлар өткізіп тұрады. Осыдан 10 жыл ілгеріде құрылысшы боп қолына қалақ ұстаған Сейілхан сол құрылыстың қаламын қолға аламын деп ойламапты. Жай ғана тырбаңдап жүріп, тірлік еткен. Осылайша маңдай тер босқа кетпеген. Негізі, шын айту керек, қазіргі енді бір 2-3 жыл, 3-4 жыл көлемінде бизнес өте қиын болды. Даже менің жасап отқан бизнесімді жай ғана осы Астананың бір председатель кескісі келіп, ақты жасап, бүкіл мүлікті алып, мен жауып тастаған кез болған да. Ол кабинет отырады, ол жақта ешкім барамайтын жерде отырады, анан жап дейді да, отыра береді да. Вот сондайлар мен тоқтату керек қой, сондайларды. Сейілхан кәсіпкерлікті оқыту курсынан өзіне ақпарат қана алды. Ал мұнда ақпаратқа ақша қосып береді айтпақшы. Ол үшін ел игілігіне пайдасы тиер идея ұсынып, грантты жеңу керек. Болмаса жеңілдікпен несие алу сынды мүмкіндіктер бар. Былтырғы жылдан бастап әр өңірде кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтарын құра бастадық. Бүгінгі таңда біз барлық 16 облыс орталықтарында, одан бөлек тағы Семей қаласында кәсіпкерлер қызмет көрсету орталығын ашып, одан бөлек барлық 27 мыңнан қалада кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығын аштық. Осы биылғы 2014 жылы
біз барлық аудан орталықтарында кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтарын ашып, сол арқылы бүкіл барлық өңірлерде осы кәсіпкерлікті бастау жөнінде ақпаратпен және мемлекеттік бағдарламалар жөнінде ақпаратпен қамтамасыз етпекшіміз. Дегенмен жүктелген тапсырма мен жазылған құжаттағы нормаларға іс жүзіндегі әрекеттер үйлеспейді. Біргем дүние. Бет алды білім береді, ол ауылға барса ондай кәсіп жоқ. Жұмыс орнын ашу үшін ауылды индустрияландыру керек. Ауылда ауылдың өнімін ауыл өңдейтін болу керек. Қазір өңірлерде индустриалды аймақтар құрылып жатыр. Өндіріспен шұғылдануға ниеттілер мемлекет тарапынан жер телімін алала. Бірақ тағы бір кемшін тұс. Ауыл халқының ынтасы төмен. Айтқанда енді халықтың ынтасы төмен деп айтуға болады. Себебі бүгін таңда ауылдық жерде және аймақтарда тұратын көптеген азаматтарымыз, олар мысалы мемлекеттік қызметке кіргісі келеді, немесе мемлекетке қатысты компанияларда жұмыс істегісі келеді. Бірақ та шын айта өту керек, әр ауылда ең кемінде бір 4-5 кәсіпкерлікпен айналысатын кісілер табылады. Әлгі 2-3 кәсіпкердің өзі үкіметтен үміт үзген, тентіреп жүріп, терлеп жүріп, істерін өздері өрбіткен. Ашатын азаматтарға әрине ең үлкен мәселе ол қаржының жоқтығы, капиталдың жоқтығы. Сондықтан оларға біз 3 миллион теңге шамасында грант беруді сол қарастырдық. Бұдан бөлек әрине бизнес жағында бастап кеткен кісілердің олардың бастапқы капиталы жоқ. Бұдан бөлек олардың банктен несие алу кезінде олардың қоятын мүліктер жоқ. Сол себептен біз оларға 70%-ын кепілдендіруді қарастырып отырмыз. Үкімет бекіткен өкілі бағдарламалар қаншалықты кәсіпкерлер кәдесіне жарап жатыр? Бұл сауалды Ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма төрағасының орынбасары Насқанов Темір Мырзаға қойдық. Өкінішке орай ол бағдарламаның көбісі орындалмайды. Әрине бүгін мысалы тіркелу, бизнес ашу қиын емес. Тіпті былтырдан бастап жаңа онлайндан жаңа электронды түрмен жіберіп тіркеуге болады. 2005 жылы 24 наурызда құрылған Атамекен одағы кәсіпкер мүддесін қорғайтын бірден-бір өкіл. Мұндағы қызметкерлер республика көлемінде бизнесмендердің хал ахуалын қадағалап, мониторинг жүргізіп отырады. Қазір облыс орталықтарында кәсіпкерлер палатасы жұмыс істейді. Мысалы, Қытайда жаңадан ашылған фирмаларға, кәсіпорындарға тексермейді шағын бизнес болса. Мысалы, Польшада жаңағы несие бергенде қайтармайтын несиелер бар, безвозвратный кредит деген. Сондай да бар мысалы. Сондай көп нелері бар жаңағы мынау дамыған елдердің қарағанда осындай тәжірибесі. Бізге де соны алуға болатын еді. Мемлекет органдары оған келіспей жатыр. Өткен жылы еліміздің кәсіпкерлері президенттің сайтына 900-ден астам хат жіберген. 7 айдың ішінде кәсіпкерлерге қатысты заңсыз 2000-ға жуық тексеру жүргізілген. Бұл тек прокуратура анықтап отырған ақпарат. Кәсіпкерлерді сөйтіп тексеретін органдарды азайту керек. Бізде бүгін 100-ден асып кетті ол органдар. Қасымыздағы елдерді қарасақ, Грузияда салық органдар қазір бәр бизнесті қарағанда бір 10%-ын ғана тексереді өздері. Қалғандарын тексеретін аудитор компаниялар. Аудитор компания бұны тексерген емес, олар жаңағы зерттеп бәрі құжаттарын көмек береді, кеңес береді. Біздегі мемлекеттік органдар жаңа тексерушілер келгенде ол кеңес бермей, анау бір нені кемшілік табу, соған жаңағы бір акт жазып жіберу, осындай жаңа штраф төлейсің, емаса мен қалтама ақша саласың деп, сондай мақсатпен келеді. Кәсіпті жалпы қызметті жүргізуде үлкен кедергі келтіріп отырған ендігі келелі мәселе ол әкімшілік кедергілер. Қазақша айтқанда қағазбастылық. Жақсылап тұрып жұмыс істеудің орнына іскер адамда мысалы. Немесе қай бір сала болмасын, қағаз жөнінде есеп берсең жақсылап. Барлық есеп қағаз жөнінде жақсылап келтірсең, сол қағазды қарайды да қағазға қарап адамға баға береді. Жақсы жұмыс істеп жатыр екен дейді. Нақты іске ешкім қарамайтын да болды кейінгі кезде. Осыған байланысты жұрттың көбісі мына қағазбастылықпен айналысып кетті. Сенатор Қуаныш Айтахановқа қағазбастылықтан қағажу көрдім деп арызданушылар әлі көп. Мәселен 2013-те оңтүстік өңірден бір бума құжат келіпті. 9 айдың қорытындысы бойынша облыста, оңтүстік Қазақстан облысында мысалы, мектеп салудан 670 миллион теңгенің көлемінде бір мектептен басқа мектептерге ауыстыру керек болды.
облыстың әкімшілігі бізге хат жазды. Ал енді ол жаңағы 670 миллион теңгенің бір мектептен екінші мектепке оны ауыстыру үшін республикалық бюджет комиссиясының шешімі керек екен. Содан кейін ол қаулы шыққаннан кейін қайтадан ол экономика министрлігі арқылы ғылым министрлігіне келу керек. Ол жерде олар келісіп, жаңа облыстық әкімшілігінен қайтадан баяғы түзілген келісім шартты қайтадан жөндеп, қайтадан өзгерту керек. Бюджеттегі бір былық, сол сынды бизнеске берілетін несиенің төңірегінде де дау көп. Ақша алу сол ақшаның санына сәйкес келетіндей қағаз жинаудан тұрады дейді мамандар. Әр тендерға қатысқанда талай талаптары бар. Соның бәрін дайындағанның өзінде мысалы бір 2000-4000 долларға дейін кетеді ақшасы кәсіпкердің. Сол құжаттар дайындау үшін. Оның ішінде жаңағы ресми төлемдері бар, ресми емес төлемдері жетіп жатыр. Ал енді бюджетке түсетін ақша бір 100 долларда да болмайды. Кәсіп ашу оңай, ал оны жүргізуге керек қаражатты табу едәуір процесс. Тегін дейтін грантты жеңу үшін болмаса, көмек болар несиені алу үшін хаттама құжат жинап жылдап жүргенің. Еңбек етпек боп, әрекет еткеннің осы тұста сағысынып жатады. Сосын керемет идеясын жылы жаба салады. Шығыны көп болса да оның аяқтан тұрып кетіп қолдайды. Шамал жағдай жақсарғаннан кейін оларды енді бұлай бәсекеге тастай беруге болады. Өйткені біз әлі кәсіпке келмеген азаматтар, әлі жұмысын таппаған азаматтарға олар онда үлкен шарттарды қою қиындау. Қазақстандағы жас кәсіпкерлерге бас болып жүрген Мақсат Қожанбек бұл мәселелерді шешудің бір жолы кәсіпкерлік дегенде мамандық түрінде оқыту қажет дейді. Бұл жерде жалпы білімді емес, айта өтетін мәселе арнайы білімдерді жетілдіруіміз керек. Себебі қазіргі кезде білім алып жатқан жастарымыз, немесе кәсіпкерлікке келіп жатқан азаматтарымыз, олардың осы кәсіпкерлік тарапына алып жатқан білімдерді жалпы білім. Осыны арнайы білімге өткізетін болсақ, немесе осы мектепте бітіріп жатқан жастар өз мамандық таңдауында, немесе университетте бітіріп жатқан кезде осы кәсіпкерлік саласына курстарды көптеп оқытатын болса, өзінің ашатын кәсіпкерлік саласында осындай салаларды басым бағытқа алатын болса, кәсіпкерліктің бағыттарын, онда алдағы уақытта жұмыссыздық болсын, басқа да мәселелерді түпкілікті шешуге мүмкіндік береді. Бұл жерде айтып отқан арнайы білім осы кәсіпкерлікке келген адам қандай кәсіппен айналысу керек және онда қандай білімдерді білу керек. Сол тұрғыдан айтып отырмын. Осы тұрғыдан да алдағы уақытта кәсіпкерлік деген мамандықты ашу ол өте маңызды. Себебі қазіргі біз зерттеуіміздің нәтижесіне қарап отырғанымыз, кәсіпкерлікке келіп жатқан азаматтар мемлекет тарапынан алған білімдері бір бөлікті, ал істеп жатқан кәсіптері екінші бөлік. Сондықтан да бұндай алшақтықты болмас үшін және де мемлекет тарапынан беріліп жатқан мемлекеттік тапсырыстарды орынды пайдалану үшін осы өзекті мәселені алып қарастыруымыз керек. Ал еңбекер атанған Ералиев мырза мұның барлығы құр сылтау. Еңбек ету үшін ерік жігер болса болғаны деп қайрат. Абзал Ералиев осыдан 30 жыл ілгеріде құрылысшы боп іс бастап, қазір сыр елінің сұхбатын жарастырып тұрған жайы бар. Жалпы өз қоғамының игілігі үшін жасалып жатқан кез келген еңбек лайықты бағалану керек. Бағаланды да. Батырлардың ауылында жұмыс істеп жатсың ғой. Совет одағының батыры болды, одан кейін еңбек ері болды. Табысты болды, жарайсың. Кеңес одағының батыры Нағи Ілиясов атындағы ауыл бұл. Тоқырау жылдары тозып тұрған елді мекен қазір қалаңыздан да артық. Түлеткен осы жердің тумасы Абзал Ералиев. Қарапайым құрылысшының бизнеске ойысуына тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы тоқыраудан туындаған тұрмыстық түйткілдер түрткі болды. Нарық көшіне тез ілескен ол 1993 жылы шашыраңқы шаруашылықтардың басын қосып серіктестік құрды. Азын-аулақ жерге күріш егіп іс бастады. Күріш өндірісінде осы бәсекелестіктің арқасында, осы еркіндіктің арқасында біз осы күріштің сыр елінде күріштің өндірісін осы сапа жағынан болсын, өндіріс жағынан болсын алдын қатарда тұр деп айта аламыз. Қазірге қарасаңыздар күрішіміздің 30-40%-ын экспортқа шығарып отырмыз. Ешкімге алақан жаймай, өз бетінше табыс табуға талпынған ол өндірісті өркендету үшін шетелдің озық технологиясын меңгеруге кіріседі. Байырғы алып элеваторларда ақталып сақталатын сыр маржаны бүгінде мынадай шағын, бірақ қуаты бірнеше есе артық зауыттарда өңделуде. Біз жұмысты бастаған кезде шелекпен, сосын күрекпен, сосын қаппен арқалап сөйтіп жұмыс істейтінбіз.
Ал қазір енді бәрі өзгерген, үлкен техникалар, барлығы электронный аппараттар, өздеріңіз көрдіңіздер, барлығы автоматтандырылған, мінекей осындай немен жасалынып жатыр. Жұмыс бұлайынша көп жеңілденген. Серіктестік өндіріп отырған күріш ішкі нарықтан бөлек әлемнің 10-нан астам еліне экспортталады. Ең бастысы, кәсіпорын 1000-ға жуық жергілікті тұрғындарды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Ал өз ауылын көркейту мақсатында салған инвестициясы компания табысының қомақты бөлігін құрайды. Соңғы 7 жылда $500 миллиард теңгеден астам қаржы әлеуметтік нысандарды жаңғыртып, абаттандыру жұмыстарына жұмсалған. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін бір белгілі бір уақыттың көлемінде өзіміздің жаңағы мемлекетті былай қойғанда ауылдың көлемінде де үлкен қиыншылықтар болғаны рас. Сол қиыншылықтар әрине әрқашанда ойымызға, көңілімізге, жүрегімізге батып жүрді. Өзіміз келгеннен кейін осы туған ауылымыздың көлемінде үлкен жұмыстар жүре бастады. Осының барлығы әйтеуір ел үшін, өзіміздің отанымыз үшін, мемлекетіміз, тәуелсіз мемлекетіміз үшін істеліп жатқаннан кейін әрқашанда өзіміздің жаңағыдай азаматтық борышымызды орындадық деп ойлаймыз. Елбасы жолдауында Қазақстанды ауыл шаруашылығы өнімдерін экспорттаушы ірі мемлекетке айналдыру, ол үшін агро саланы ғылыми тұрғыда дамытуға айрықша мән берілуі мамандар көкейіндегісін дөп басты. Ол үшін ауыл шаруашылығындағы кәсіпкерлікке кедергі келтіретін бөгеттердің барлығын алып тастауды үкіметке тапсырды. Жұмыс істеймін, оны ынта керек. Егер де ынтаң болса, ешқандай қиыншылыққа мойын созбайсың. Бақтияр тұлғалы сал, бірақ істеген ісі сау. Жарымжанмын демеді, жан таласты. Ерік жігері еріншектікке бой алдырмады. Осылайша мұндастарының мұнын биік мінберде айтты. Сол оқуды тамамдағасын өзіміз, ағаларымыз, нелеріміз организацияда бардым. Жұмысқа қабылдамағаннан кейін оларда да сескеніш болды. Жұмысқа алайық, балмайық. Ақылдаса келіп, жолдастармен ақылдаса келіп, шештік осында өзіміздің жеке кәсібімізді ашуға. IT саласының магистрі біраз мекеменің есігін тоздырған, денсаулығына қарап, көбі теріс айналған. Алайда Бақтияр басын айтып жатпады. 2 жыл бұрын өзінің жеке кәсібін ашты. Қазіргі нәсібі де мол. Сайттарымыз бар, үлгілі бетке түсір. Айтады, былтыр да биыл да Қазақстан темір жолы. Сосын тәуелсіздік сарайы біздің былтыр қол астымызда болды. Елбасы биылғы халыққа жолдауында мүгедектерге берілетін жәрдемақы көлемін 2015 жылғы 1 шілдеден бастап 25%-ға арттыруды тапсырды. Мүгедектер бірлестіктері қызметінің құқықтық базасын жетілдіруді де күн тәртібіне қойды. Позаботиться об этих людях наш долг перед собой, перед людьми и перед Аллахом, если хотите. Они могут работать и во всех предприятиях бытового обслуживания, пищевой промышленности, в сельском хозяйстве, в конторах, офисах, ресторанах, предприятиях. Можно дать им работу. Специальную квоту по 5-10 человек. То, что они могут. И мы их подключим к жизни. Они не просто пособие будут получать. Они будут знать, что они в обществе, они работают, они зарабатывают. Мы можем это сделать. Давайте возьмемся все. Қазір әкім боламын деп армандап, министр боламын деп маңғазданбайтын адам жоқ. Десекте, дана Абай айтқандай, есектің артын жуу, ол да еңбек. Тек қоғамның ішінде қалыптасқан менменсінген менталитет біреуді арландырып, біреуді қорландырмаса игі.